Сабақты зерттеу үдерісінде кездесулердің мазмұны. Сабақты зерттеу үдерісінде бірнеше кездесулер болады. Атап айтатын болсақ, бірінші кездесуде сабақты зерттеу тобының мүшелері бекітіледі, топ ережесі құрылады, кездесу кестесі жасалады, әдістемелік құралдар мен нұсқаулықтарға шолу жасалады. Екінші кездесуде зерттеу сыныбын таңдайды, зерттеу сұрағын, мақсатын, қандай әдісті немесе стратегияны зерттейтіндіктеріне келіседі. Бірінші циклде зерттеуді қай пәннен және қай күні өткізетіндерін келіседі. Сабақ жоспарының алғашқы нұсқасын кім жазатынын келіседі. Лас сабақтың болатын күні белгіленеді. Үшінші кездесуде лас сабақтан кейін жоспарды ары қарай талқылайды, жетілдіреді. Қажет деп тапқан жағдайда екінші лас сабақ өткізіледі. Ал егер барлығы дұрыс деп шешкен жағдайда бір лас сабақтан кейін үлгілі сабақ жоспары жасалады. Өзгерістер енгізеді, ұсыныстар жасайды, сыныптағы бақылауға алынатын А, Б, С деңгейлі оқушыларды белгілейді. А, Б, С деңгейдегі оқушыларды бақылайтын мұғалімдер анықталады. Төртінші кездесуде жоспарды талдайды, ұсыныстар арқылы түзетулер енгізеді, зерттелетін стратегия бойынша оқушылардың болжамды жауаптарын жазады. А, Б, С деңгейлі оқушылар үшін бақылау парақшаларын әзірлейді. Оқушылардан алынатын интервью сұрақтарын әзірлейді. Бесінші кездесуде жоспардың түп нұсқасын тағы да талдайды, қажетті ресурстардың барлығын дайындайды. Егер сабақты зерттеу тобы жоспарларына күмәнданатын болса, эксперттерге жүгінеді. Қорытындылай келе, осындай кездесулерден кейін кейбір топ мүшелері 1-4 кездесу жасаса, кейбір топ мүшелері 1-6-ға дейін кездесулер жасайды. Жұмыстың бағытына, мазмұнына немесе кездескен кедергілерге байланысты кездесу саны өзгеріп отырады. Осындай кездесулер арқылы сабақты зерттеу үдерісі жүзеге асады.